Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Осы видеомда кейбір Европа халықтарының бұрынғы әскери бас киімі кивер деп аталатын, соны жасап көрсетемін. Бас киімнің формасы цилиндр немесе конус тәрізді болады. Жерден қараған кезде міне жоғарыдан көріп тұрсыздар, сәл ғана мына жерде 3-ақ сантиметр биіктікте, 1-2-3 сантиметр биіктікте бұл кивер деп аталады. Гусарлардың бұрын кезде гусарлар киген ғой. Соны термопластын жасаймыз. Оның бәрі горячий клеймен жабысады. Төбесі мынау осылай жабыстырылады. Чуть-чуть. Размер бойынша 56 размер. Міне төбесін жасадық. Енді осының бәрін жаңағы линиясын жүргіздік. Міне пышақпен кішкентай кесіп. Сонымен мынау бүйтіп қайырылады. Әйтпесе дұрыс жақсы қайырылмайды. Енді осыны мынаған тура центрін тауып аламыз, сопақтау кішкене. Соны келтіріп мына артына тура ортасына келтіреміз линиясын. Соны осыны тілелеміз. Мынау конус болғандықтан конус жоғарыға қарай. Жоғары қарай кеңірек. Сондықтан біз төбесінен кигіземіз. Ішінен кигізуге болады, бірақ төбесінен кигізгенде оңайырақ. Өстіп аламыз. Тура келеді. Сосын мынаны былай келтіреміз. Тура келді. Қазір енді мынаны чуть-чуть түсіріп, клей жағамыз. Сосын кейін барып қайтадан итеріп, клейге жабыстырып шығамыз. Былай жатқызамыз да, итеріп, мына клейлейміз. Пока клей қатпай тұрған кезде. Міне киверіміз основасы дайын болды. Біз оны габардинмен қаптап аламыз. Габардиндегі матамен. Одан кейін барлығын әдемілеп тартып, ішіне қарай тігістерін тура қырларына келтіріп, тартып, клейлеп тастаймыз. Машинкамен тігуге және болады. Тігістерін бәрін жатқызу керек. Одан кейін мына козерог дейді, қалқаншасын жасау үшін мына төбесінің сопақ жағын қоямыз да, сонымен сызып аламыз. Сосын үлкендігі қатты үлкен емес, бір 5 сантиметрдей кесіп дайындаймыз. Тура болып шығу үшін біз сызған затымызды, қалқамызды екіге бүктеп, қағазымызды екіге бүктейміз да. Сол кезде тура болып шығады, екіге бүктеп жасасаңыздар. Бұл жерге бүйтіп келеді. Оны біз мынандай лаковый деген мата бар, материал. Мен уже қанша болды мына материалды алғаныма. Осындай анда-санда көздерге пайдаланамын, осындай козерогтарға пайдаланамын. Негізі козерогтар сатылады дайын. Оны керек кезде оны іздеп жүрмейсің, қай жерде. Соны мен осы лаковый материалды қолдана саламын. Мына өзі жазылып кетеді. Мынаны картоннан кесіп, сол жаңағы немізді жасаймыз, козерогымызды. Бүйтіп қайыру үшін мына шеттерін бүйтіп кертіп жасау керек. Көріп тұрсыздар ғой? Осындай. Аласыздар да? Міне енді осыны айландыра саламыз. Бір жағынан клей жағамыз. Осыны мынаған жабыстырамыз. Болды. Жабыстырдық. Кішкене тұрсын. Одан кейін барып аудара саламыз. Бұл жерде әдемі болып шығады. Мына бәрін мына жағын. Можно мына жаққа жабыстырып салуға болады. Мыналар тоже. Вот. Вышла. Енді айландырамыз.
өзіңіз көріп тұрғандай әдемі болып шыға келді. Мына енді мына шапкаге козерогімізді тігу үшін мына кірлері көрінбес үшін мына кесілген солардың бетіне мынандай полоска жолақты кесіп аламыз мынандай кожзамнан. Соны мынаған бүйтіп тігіп тастаймыз. Былай бүйтіп айналдырып тігеміз да осылай айналып келеді. Сосын былай мынаған былай жалғанып тігіледі. Сол кезде мына грязьдар көрінбейді кірлері. И одан кейін мынау маңдай терілеп қайта шығып кетуі мүмкін да шапка мына қалпағымыз. Сол үшін мынау кожа жібермей тұрады. Бастан сырғытпайды. Мынау арқасы міне сопақ болып тұр. Сол мынау алды. Мынау алды болса, значит, мына жерге жаңа біздің козерогымыз келеді. Мына козерог. Былай болып келу керек. Біз полоскамызға поролон сразу оны жабыстырып тастаймыз. Қозғалмас үшін. Жаңағы немізге тігіп тастаймыз. Козерогымызға. Міне біттік. Тігіп әдемі болып шықты. Болды. Мынаны бүйтіп тігіп алдық. Енді осының артына келтіреміз. Болды. Енді мынадан осы жерге не жасау керек. Козерогтың үстінде тұрады осындай военныйлардың бәрінде. Мынаның алдында мынандай. Алдында осындай брошкасы бар. Содан перья шығып тұрады. Соны біз циркульмен сызып аламыз. Золотой. Енді осының мынаның ұзындығынан сәл кішкентай осынша центрінен. Осындай қылып үлкен қылып аламыз. Мына жер болса, осы жерден чуть меньше. Значит, осындай. Мына 4 сантиметр болса, сыртынан еще 3 сантиметр қосасыз. Сөйтіп, соны шеңбер сызып. Мындай 8 жасап жабыстырып тастадық. Мынаны алдық та, мына грязьді астына қалдырдық. Былай, грязь, мына кір көрмейді да, астына қалды. Не өстіп шығады. Енді осы мына жерінен жаңағы біздің сұлтанчик шығып тұрады, жүннен жасалған. Құстың жүннен жасалған. Жаңағы былай тұрады. Былай. Қарасаңыздар. Біз енді мынаның басына жаңағы құстың жүнінен сұлтанчик дейді, соны кіргізу үшін қалта жасаймыз. Оған міне бүйткізіп, мына жерден мына бүйтіп кірілу керек. Қазір біз осыны өстіп жабыстырып тастаймыз. Енді мынаны тура ортасына бүйтіп жабыстырып тастаймыз. Оны тігіп тастаймыз сосын обязательно.
Бірінші орын дайындап аламыз. Осылай тұру керек. Мына егінің астында тұратын резинкасын, мына кішкентай ғана жеріне 3 сантиметр резинка салдық та, қалған жері бүйтіп тігіп тастаймыз. Совсем. Міне уже тігіп қойдық қой. Бұл жерде негізі түйме тұрады. Менде түймем алмаппын, ертең аламын. Пока өстіп ұстатып дайындап қоямын. Тігіп. Міне. Біздің киверіміз дайын. Өстіп өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Мына жерге енді перышко керек болды. Гусарлардың шапкасы кивер деп аталады. Осы қалпағымыз дайын. Міне киверлеріміз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, төбесін қарағанда, бұл жерде жаңағы перьямыз бүйтіп тығылады. Көріп тұрғандай, бұл басқа келеді. Бүйтіп тұра алады. Мына жерінде резинкасы бар, созыла береді. Бәрі бірдей болып шықты. Міне, құрметті көрермендер, менің бас киім киверім бітті. Өздеріңізге ұнап жатса, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Келесі кездескенше қош, сау, аман, есен болыңыздар.